спонсорға тақалып айтам ғой, сосын саған шешімді ответ беремін. Қашан баратын, не істейтін, ары қарай не істейміз, сосын мен саған айтамын. Бір күні звондап Қасымға мен айттым: Қасым, Қарағандыға келсең, мен саған 3 сағат уақытын бөлемін. 3 сағат. Маркетинг көрсетемін, системаны көрсетемін. Сен оны қабылдайсың. Сосын ары қарай сөйлесеміз. Ол айтады маған: мен Москвадамын дейді. Мен говорю: енді мен Москваға келмеймін ғой енді. Өзің кел. Жақсы. 1,5 ай өтіп, Қасым келеді Қарағандыға, Қазақстанға, Москвадан. Кездесіп, жаңағы 3 сағатты бөлдім, как я и обещал. Сөйлесіп, планды құрып, сосын мен айттым: Қасым, саған ноябрь айында семинарға келу керек. Семинарға келсең, мен саған жардам беремін дедім. Келмесең, я тебе ничем помочь не могу. 2 ай өтіп, 2,5 ай өтіп, жаңағы Қасым келеді ғой ноябрьда. Ағасымен келеді. Пазыл и жаңағы Қасым. Семинарға өтіп, жаңағы семинарды көріп, 3 күн Қасымды мен тиіспеймін, сұрамайым да, қалай семинар өтті деп, жақты ма саған деп. 3 күн өтіп, жаңағы сөйлесеміз ғой коридорда. Ол тағы да маған сұрақ қояды: қашан келесің Қырғызстанға? А я так не хотел, чтобы мне задавал этот вопрос, қашан келесің деп. Потому что я с Ермеком Марком еще не разговаривал по этому поводу. Жарайды дедім: Қасым, обязательно келем дедім. Получается, в ноябре он приехал, мы с ним поговорили, и в январе я ему говорю: 15 күні мен Қарағандыдан шығам, поездбен, 16 күні Құдай қаласа Бішкекте боламын, сен мені прям границадан күтіп аласың дедім. Потому что енді білмеймін ғой қайда баратынын. Кімге баратынын білмеймін. Не переживай деді. Осы не переживай маған 3 күн бұрын соны айтқан маған. Мен ПЦР тесті тапсырдым, жаңағы ковидқа. Сосын біреу айтады кіргізбейді Қырғызстанға, біреу айтады Қазақстан жібермейді сені Қырғызстанға. Қасым маған опять сол фразаны айтты: не переживай, өтесің деді. Солай болды, өттік, бәрі жақсы. Енді 16 күні келіп, январьда 5 жыл бұрын кімнің үйіне келеміз? Мына жерде бір менеджер қайда? Мақсат. Мақсатқа барамыз ғой енді. Мақсатқа келіп, Мақсат өзінше болып жүреді дейді. Мұғалім ғой. Мені тыңдамайды да, күйеуі тоже респект, мені тыңдамайды. Ну ладно, көреміз. Енді кісілер келді, главное Мақсат кісілерін шақырып, жаңағы маркетинг көрсетіп, енді қазір күлесіздер. Мен маркетинг 2 сағат өтті. И каждый маркетинг 2 сағат. Біз айтамыз ғой қазір 40 минут, 50 минут максимум. Бізде 2 сағат өтеді маркетинг. Мен орысша айтам маркетинг, Қасым оны қырғызша айтады. 1 сағат мен орысша айтам, Қасым оны 1 сағат қырғызша айтады. Біреу залда ұйықтап отырады, особенно кешке ғой енді, жұмыстан келіп. Біреу ұқпайды вообще, не болып жатқаны. Сосын біз Мақсаттан Сайқалы Бұбыға барамыз. Сайқалы Бұбының күйеуі бар, Иса. Иса залда жатып, полда. Мен маркетинг көрсетіп отырмын. Ол телевизорға былай жатыр. Ұқпай отыр вообще. Ему даже не интересно, кім келгені, не деп жатқаны. Мен оның үйіне келдім ғой енді. Исаның хозяйны ғой енді. Сосын Қасым айтады: Омышқа барамыз. Бір досы бар, Қасымның. Маған айтады: қазір перевал өтеміз. Бір перевал, екінші перевал, 12 сағат жүріп барамыз машинамен деп. Уже страх нагнал мне. Түнде шығамыз дейді сағат 12-де. Сайқалы Бұбының. Где Сайқалы Бұбы? Вот, тамақ беріп бізге. Помнишь, да? Залда. Палау беріп бізге. Сағат 12-де шығамыз ғой, Ошқа. Мен қайдан білемін, то, что вы ночью ездите.
между Ош Бишкеком Ош Бишкек күндіз жүрмейсіңдер, только түнде деді. Алып барады мені Ошқа. 4 сағат, 6 сағат, 8 сағат жүріп бара жатырмыз. Уже белім қалмады, уже все. Не то, что бел. Другое место уже там. Алып келді мені. Ең бірінші, я-то думал, қазір үйіне алып барады деп. Ал меня взял, офисқа алып барды жолдан. Мен саған офис көрсетемін қазір. Рамазан. Екінші этаж. Алып барды, көрсетті. Перделері жасыл, столдардың жаңа дастархандары жасыл. Мен сұраймын ол, неге жасыл деп? Керболаев кабинеті дейді. Не болып, біз жұмыс істейміз бұл кабинетте. Жақсы дедім. Содан бизнес басталды. 5 жігіт, Разыл, Рысбек, Қасымның досы, мен. Что будет,